TV. Исәмсез Ринат абый, ниһаят, сез бездә кунакта, күптән көтелгән кунак дип әйтик. Ничек хәлләрегез? Исәмсез Зоя, менә мин кайтып барам гастрольләрдән. Әле без сезонны япмадык быел. Шуңа күрә дә менә сразу юлдан сезгә килдем. Шуңа күрә концертлар пока бара. Әле менә Пенза, Димитровград якларыннан кайттык. Там берәр көн жал. Бүген тагын концертлар кичкә Татарстанда. Иртәгә тагын Димитровград ягына китәбез. Шул 1 майда бер жал көн бар. Шул. Ничек соң заллар туламы? Ну, Тутыру авырга туры. Тутыру авыррак инде хәзер, бит инде сезон жабыла. Бөтен халык бакчада, бөтен халык дачада, кемнәр ял итәргә китә, кемнәр ничек. Заллары тутырга авыррак. Потому что инде артистлар да тамашачы да беләләр, что апрель ахырында, апрельнең соңгы көннәрендә бар артистлар да сезоннарын җавып киләләр бит. Уже тамашачылар да үзләренең юлларын карыйлар, кем бакча, кем дача әйттем бит. Шуңа күрә заллар тутыра авыррак да. Кыш булса, көз булса, другое дело, монда авыррак бераз. Гомумән, бүгенге көндә менә ничек? Элегрәк, җиңелрәк идеме тамашачыны җырга, яисә бүгенме? Юк, инде элегрәк, конечно, җиңелрәк. Но хәзер дә бит һәр җырчының үзенең тамашачысы бар. Ничек дип әйтим, үземнең тамашачы минем бар. Шул тамашачылар инде алар яратып, алар сагынып. Да, тугры калдылар, алар инде генә проблемалар булмаса да, инде генә кай булды шундый вакытлар, отмена концертлар булды, перенос концертлар булды инде. Шуңа карамастан да минем тамашачы барыбер бер тапкыр күчерелсә дә, 2 тапкыр күчерелсә дә барыр килә, ярата, җырларын тыңлый, яңа җырлар көтә. Шул. Ну, сезон нирәк. Мин бит инде быел китәргә уйлаган идем, эстрададан вообще китәргә уйлаган идем мин. Быел елда китермен дидем, башка структура эшкә мине чакырдылар. Шуңа күрә китермен дигән идем, Пермь якларына барып кайттым. Ну, бер атна гастрольгә. Шуннан соң җитер яңадан әйләнеп кайттым шул иҗатка, җырларга и концертларны эшләргә без соңгарак калдык бераз. Зур шәһәрләрне, зур районнарны, дилләрне менә шулай. Кешеләр бит инде, артистлар бит инде яздан эшләп куялар көзгә гастрольләрне, җәй башыннан. Без инде где-то бер октябрьләрдә, ноябрь башларында гына тотындык. Шуңа күрә соңга калдык. Ни өчен сәхнәне ташлап китәсегез килде? Ну, белмим инде ничек дип. Яшьләр күп. Конкуренция димме? Да, талантлар күп. Яшьләр чыгып тора көндә бер җырчы. Бит возраста бар. Все-таки барыбер ничек дип әйтим. Шуңа күрә мин теге җырлар язуны, җырлар иҗат итүне ташламыйм дип уйлаган идем инде. Просто шул гастрольләр бит инде аларны эшләргә кирәк, аларны ясарга кирәк, аларны шалтыратышып сөйләшергә кирәк, белешергә кирәк. Кыйнаша бара. Бит инде хәзер артистлар күп булгач, җырчылар күп булгач, менә килеп керәсең, кайбер дом культураларга шулай бит, дворец культураларга килеп керәсең, просто абуй ябыштырган кебек. Афиша. Анда 3 көннән соң бер концерт, 4 көннән соң бер концерт, 5 көннән соң бер. Шул бер тамашачы бит инде, ничек җырлап бетерсен, бөтенсенә дим инде просто. Шул конкуренция зур. Шул. Әлбәттә сез беренче тапкыр аварияга эләгеп, урын өстендә дә ятырга туры килде сезгә. Да, бераз булды инде, аны ничә еллар үтте инде шулай. Ну, Ходай мине саклый, ул авариялардан күп авария кичердем бит мин. Ашыгып, концертларга ашыгып, юлда йоклап, китеп концерттан соң арып, шундый авыр авариялар кичердем мин. Анда ничек дип әйтим, кеше бу авариядан соң исән калырга не может, урыслар әйтмешек, просто не может. Теге һәр вакытта шул искә төшә.
авариядан соң или ГИБДД қызметкерлері үшін ашалар да ты живой что ли. Неше случай болды жолай. Или менің біле бәрілішкен машинадағы шоферлар ты живой что ли. Мен Құдай менен шулай сақлап келе, деп айтасың келе. Құдай айтқан бетін сақланғанын сақлармын деген. Бет сақланып та бітір болмай бетінде ол қаман жолда, қаман тырас, шоңа көре. Арытада енді возраста бара, мен яш жақта, 3 сутка жықламыша жередейм, 4 сутка да кетедірей, шулай бір жықламыша. Просто қазір уже яш өзінекен ала бар. Шофер біле де жерейм, шофер да бар. Қай вақытын шоферсіз ғана шайып кеткен вақытларда, мына именно сол вақытқа тұру келе авария. Алла башкар. Біраз скоростларын әз айттым. Ашықмайым, алданырақ планировать еттім. Нешеде жауып кетірек керек мен, неше керек. Сол расчет біле бір. Ират өзінің тұрмышында ағаш тұртырға тиіш, ерт салырға тиіш һәм ол істерге тиіш. Шошы ішіне де башқарып шыға алдығыз ма? Ағаш білен жұртны башқардым мен. Мына малай болмады. Менің 2 қызым бар. 2 қызым зор саланды şimdi ансы тұрмышта. Анағыбыз бар. Киявыз әйбет, қадағилар әйбет. Мына шында өзіміздің әштегілер. Шында бек яқшы мөнәсәбәтләрдә яшейбіз. Рәхмәт қадағиларға. Киявге рәхмәт, қызыма рәхмәт, анықтау берділер. Икенші қызым енді, ансы енді мына жыршы, менің білен бірге Мәскәулерде, Астраханьнарға қадар, менің білен ансы Регина, 7-ші классыңа бітіре. Бұл жылда Алла құшса, шуңа көре, менің 2 қызым бар. Но мен шуатланам, ол қызларым білен бәқітлі әти деп атала ол. 2 қызы болған әти, ол бәқітлі әти. Мен шуатланам 2 қызыма. Ғырурланам. Күйеуім яқшы дейсіз демек, күйеуіңізден оңдығыз? Күйеуден оңдым. Вообще молодец. Ол міне қайта мен қонаққа тире көршілерге, менің достар енді көршілер, нелер, мен шындай ашық, открытый ол шындай, силеше, аралаша, шындай жақын, өзі қазан малай болса да, татаршаны әр вақытта сили қазанна бітінде обычно орысшарақ қоштыралар. Татарша сили ол, өзі ол мұншаларын яға, менде қайтқайш мұншаларын өзі яға, өзі қарай, мен шындай болған. Молодец, мен киемнен оңдым деп етем. Қызларын айталар бетін әтелеріне шатып ерін сайлы деп демек, сіздің ұқсашлық бар ба? Да, біз киемнен вообще шаван. Характерларда бір біздің қызып та кетеміз, қайтып та түшеміз, мен шылай біз аның білен бекіней туры келеміз. Бұл сөз дұрыске келе, қызлар әтесіне шатып киемін сайлы. Қадағи, біздің әйбет қада енді супер, енді анда сөзде қада молодец вообще. Қадағилар білен, қадалар білен, мен тағым бір мақтаны бек, мен просто оңдық. Молодцы, рахмет. Сен сауған атырсыңдар. Тұрмыш іптәшіңіз, ол да ижады кіші ме? Тұрмыш іптәшім жоқ, ол ижат білен бірінсе бәйлемей, менен ғайри, мен генен ижат кішісі. Шаңа көре, ол енді башқа сферада, башқа ол ішлемейінді, только идегіне отыра ол, неше жыллардан бері, 15-16 жыллардан наверное, домохозяйка, ол балалардың әнесінде, мен енді гастроль шығып біткенде, әр уақытта әнесалар білен, просто бір ішлемеге ішінде ішлесі келмейді ол қай кішін. Мужик бар, нормально. Шаңа көре, нешік деп етім. Ішлемесен, бақа мен бар бітелі, Аллаға шүкір. Әсінге ше орыныңыз қойды? Біз Буада ежейбіз. Буада, ауылда да қайтабыз, біздің Буа білен ауылының расстояниясы 1,5 километр, 2 километрға. Біздің ауыл, менің туған ауыл енді, менің қатында шул, тұрмыш іптәшімде шул ауылдан, біз енді 6-шы класста таныштық, ол 6-да оқиды, мен 9-да, мен шуннан берлі біздің енді, ана 13 yaşından beri biz енді бірге, енді 28 жыл бола бұйыл. 28 жыл болады. Вот шол 7 жыл көрішіп жүрдік. Ауылға да қайтабыз, жайын ауылда
буада инде кышкы инде кышкы мәлдер. Башкаларга күченеп келүү тиреги болмадымы? Yok, benim tırmış ihtiyacım kazanını yarattı indi. Yaşaktan. Ulan hazır da bilmeyi bir secret var benim kendisi. Bir sırrım var. Ulan hazır bilmeyeli. Bir yana gitmedim. Öteki vakitlardayım. 94'ler, 95, 96 yıllardayım. 92'de eğlendim ben. 95'ler bulgandır indi. Kazanға көшейік. Но мен енді бардым, танышлар ашамын да, мэрияда менің танышларым бар, біздің ауылдашыбыз Шедриянда, Исқақовта. Һәм енді бір ай ішінде бізге менің кетесім келмей. Мен зор шәһәрдә тыным қысыла, менің кетесі келмей. Бізге малосемейка икәү дә барып жүрдік, но соңғы очрашуда şu kvartir boyunca, Malasimeyki boyunca. Ben özüm gene vardım. Benim kitesi kelmeyi bu anan avuldan kitesi kelmeyi yaratam. Ben patriot, özüm doğan yağım bir katı yaratam. İndi ben petnis günü vardım. Hatırımda panyelik günü aşkışka gel. Vapros решен dediler. Yarar, ben kayıttım da katın kayıttım. Transit metem bulmadı. Girmediler metem bize kvartir. Настроение чистинде, но фактически бирилер видно. Ол сырны кайда белмейм менә мен просто әйтәм. Ул вакытта уж без Казанга күчеп китәргә тиеш. Мин просто не хотел. Шул менә ничә еллардан соң инде ничек дип әйтим. Сер ачылды. Әмінә бүгін әйдә күшенек дейсен? Yok, indi kadar yok. Өзі де инде ереші бітті бұл. Şimdi biz bitinde şoğul yaptan yüzümüz tuğan yağımız. Ben 80-90 yıllarda da kvartir bundan aladırayım ben. Ben ne хотел. Ben zor şehirde yaşayamıyorum. Konakka gelip gideyim, konak bulam. Kim etmişler? Tegi vakitlarda da 2010'larda, 2012, 13, 14'lerde kinde kazandı. Bunda Barsı Medya'ya, Tatar Radyosu'na kelem tegisimizi kinde. Yoluna uğrayayım. Şunda köşenip getirge birinde de telek bulmadı. Bu anı yaratamaz. Ben yaratamın da, hatın işini denesedir. Siz өз ертіғіз біле яшайсыз? Да. Күн тәртібіңіз нешегірек сіздің мына үйде гастрольда болмағанда? Нәрсе біле шұғыланасыз? İde mi? Mesela erten uyanasız. No, men indi erten bilen uyanam. Nişit edim. Kofe indi. Kofesiz tıralmayın, kofe içem de men narsın indi bizim işlerim bilen şıgılanam. İli men dostlar bilen şıraşam. İli men konsertlar torunda uylay başlayayım. Может, хет gastrolde olmasam da ili oturam sintezatorga, benim sintezator постоянно рабочий состояниеда тұра. Oturam. Bir uy kilseyin başka yazıp alam jır. Benim yazıp uygan kiyler bir küp yazdırıp koygan kiyler var. No alar birisi de kaybırlar jırga yazamagan. Mene men şulay aların toplayayım da. Anlarsan indi mene şunday motor temaga to'g'ri keladigan shi'r boshimda tursa, şul kiyni alıp izlab o'tirib olib yozaman anlarsan şul. Şu kız bilen gül aytdı bizim kichkina kız bilen şöyle bitemiz. Eti min her vaqtda da kız bilen kibitlerden men yürüyüm. Bu magazinimde. En iyisi bilen bir sirek veriyor. Etim senin bilen interesin, senin bilen rahat. Tegisi musayda şarap. Belki etim artraktır da. Ну да, indi da. Men безотказный kişi. Безотказный, ни в чем не отказываю. Ұрсылар etmişler. Şulay indi. Enkey sen vaqtda indi. Enkey yanına qaytadır endi her vaqtda da. Yani kalın biledir. Anlarsın indi. Ebi de eteler tüşünü. Anın hallerini bilen şulay. No, işsiz tırmayız. Tegi bulay, po programı yaşamayız indi. Nişik bara, şulay bara. Şul. Бүгінгі күнге неше ижат етілген жырыңыз бар? Bir 180'ler vardır indi. Кейі de süzlerді. No, kay bir şiirler meniki tügül.
Мен, конечно, бик сирек язам кишинин шигырларына. Анда менде капчыклап шигырлар ята. Теге берген инде концертларда бирелер шулай, или жиберелер китаплар, нелер. Ну, менә минем яраткан шагыйрем бар, Гөлфия Шакирова. Менә аның безнең ничектер туры килә, волналар туры килә безнең аның шигыры белән минем килер менә шулай ятып кына торалар. Чакыр гына мине дигән җыр бар бит, чакыр гына мине. Менә Гөлфия Шакирова сүзләренә язылган. Аннан соң минем якын дустым бар. Бу Юдинда яши торган дустым Нияз Гараев. Нияз Гараевның сүзләре белән минем килер туры килә. Аннан соң Башкортстанда Светлана Шарипова дигән шагыйрә бар инде безнең, минем администратор да ул, шагыйрә дә ул, якын дустыбыз да ул безнең. Менә аның шигырьләренә туры килә. Менә шул бармак белән санарлык. Булай мин үзем шигырьләр язам. Миңа кеше үзенең хәлләрен сөйли, булган историясын сөйли, булган ситуацияләрен сөйли. Мин шуннан чыгып, шулардан чыгып инде язып барам да мин аларны яннары шигырь юлларга салам. И аннары ки язам. Мин башта ки язам. Беренче мин ки язам. Мен шул кие шигырьне яткырып кына барам. Шул. Ничек белән шатлыклы, күңел халәттә шатлыклы булгандамы, яисә кайгылы булгандамы җырлар күп? Менә настроение булмаса, настроение вообще менә була бит кешедә шундый хәл, шундый бушлык. Бул сине беркемдә настроениең бетерми, менә бушлык булып ала кешедә шундый пустота диләр инде. Менә шул вакытта мин кайгылы җырлар язам инде. Кайгылы, сагышлы, мәхәббәт, булмаган мәхәббәт турында шулай язам. Килеп чыкмаган мәхәббәтләр турында. Настроение булганда инде шулай. Настроение менә ничектер эшең бер җирдән уңып китсә, кешенең сразу настроение күтәрелә бит. Шул вакытта инде бераз веселый җырлар, тиз, быстрый җырлар язарга тырышам. Инде теге гөл яңгырлы җәйләр булганда, тукта яңгыр. Ну, тукта яңгырлыда инде. Шул. Сезгә популярлык китергән җырларыгыз ул? Мин анда үзебезнең авылда клубта эшлидем. Картай мәләнкәй дигән җырны язып кына утырам. Әле. Миңа килде Рөстәм Закиров та эшли торган. Исеме Фәрит, по-моему, Фәрит, баянчысы Рөстәм Закировның, алар килде солянка белән. Алар уже белгәннәр минем җырлар язганым, потому что Рафаил Латыповлар миннән җырларын алалар иде. Мин аларга бирәдем. Рафаил Латыповлар безнең буаныкылар бит, Дине Рафаил Латыповлар. Алар инде минем җырларны әкрен-генә кассетада ул вакытта кассетада чыгаралар иде. Менә бу Фәрит дигән баянчысы Рөстәм Закировның Ринат абый минде ишеткәнем бар, сез җырлар язасыз, шулай диде. Менә әлегә яңа җыр язып утырам. Нинди уйнап күрсәтегез, мин синтезатор һәрвакыт утырам. Җырладым. Мин менә Картай мәләнкәй дигән җырны беренче тапкыр инде. Бу нотага салды да, сүзләрен дә бирәләр таbii. Ул вакытта инде авторский права дигән әйбер юк. Бу 90 еллар булган, 97ләрме, 96лармы инде. Авторский права юк, сатыш дигән әйбер юк инде җырны. Шул аннан соң алып китте. Бер заманда бер юбилей үткәрәбез. Бу якларында инде бер зур кешенең әнисенең 80 яшьлек юбилее. Мин үземнең команда белән килдем, җырчы кыз, баянчы, аппаратура, үзем, тамада. Шунда шу җырчы кыз әйтә, тамада килде дә әниләр турында бер яхшы җыр кирәк. Яхшы җыр кирәк диде инде. Шушы Гөлгенә дигән җырчы кызым инде әйтә, Рөстәм Закировның бер матур җыры бар инде. Ис китмәле шундый ди, менә күңелләрне, үзәкләрне изеп керә ди. Мин мәдәм ишеткәнем юк, белмим әйтәм вообще. Шушы малайы, шушы әнисенә шушы сәлам юллыймга биргән җырны әнисен котлап һәм видео дисклар янда, видеокассетада куеп, шуны җырлатты. Соң әйтәм, бу минем җырлавым. Мен шул Картай мәләнкәйне шунда беренче тапкыр Рөстәм Закиров башкаруында үзем тыңладым. Яннар соң инде үзем дә шуны тагын кабаттан җырладым. Тамада әйтте инде, менә бу Ринат Рахматуллинның җыры, шулай дип. Вот шуннан Рөстәм Закиров беренче мине как композитор танытты. Инде популярлыкны миңа китерде. Беренче, икенче булып
Rail Sadriyev, bu tiyatrı bilirsin Rail Sadriyev'ni. Ben tiyatrda işledim. Tiyatrda ko'p yıllar işledim. Biz почти основательler tiyatrının. Biz ikişer maşinaga tiyelip, dekoratsiya bir maşinada, özümüz ikinci maşinalarda meşgul icra bu tiyatrını ko'tarib, o zamanlarda avtobusların neleri yok, bir narsa yok. Şunda bizim tiyatrda spektakller koyadır. Spektaklde Rail Sadriyev, Rail'ler başta birinci halkını kızdırıp kire, anekdotlar, mezekler bilen. İkincisi etap bizim spektakl. Üçüncüsünde ne? Bonus kategoriyinde mine dessertga endi men işler başkaram bizimnikin. Men tezine kirip bir edivat istediyim. Rolünü oynap çıkkaç üzümün jırını men şulay bütün Tatarstanda, bütün şit respublikalarda men Rail Sadriyev şulay köterdi. Ondan soň Artemyev Radik Ivanoviç indi. Meni gördü, meni tınladı, meni icralarını, menden icralar alıyorlar. Yüzlerin icraçıların Elfin Özganı baba, Emir Süleymanı baba, benim yazgan icralarını alıyorlar. Ondan sonra Radik Ivanoviç bana şunu takdim etdi. Trinat, eyde birgeçlik, men sana buluşam, sen bana buluş. Salenkalarda, выездной salenkalarda, mıda Kazanдағы salenkalarda katnaşır bitirsin deyip, bizim seni radyoga beremiz, televideniyega, tegisi mısa kliplar. Şolay işlep gittik. Radik Ivanoviç'ka rahmet, bir katı meni köterdi bütün Tatarstan. Tatarstan beni bilmeydir ya. Kim Rinat Rahmatulin. Meskev, Nijgorodskiy oblast, Nijgar meşerleri, Ulyanskilar, Şabaksar yakları, Şuvaşi yakları beni uç bileleri. Tatarstan'ın bu yakları bilmeleri beni. Ben şu Radik Ivanoviç indi. Rail Sadriyev'ler beni şolay tanıtıp ekrengene popülerini sağladım beni. Ondan sonra şu Topta Yangır'ını başta bir berdim Rafail Latipov'a. Rafail Latipov'lar onu başkardılar. Novalarda gitmedi o jır. Nişiktir gitmedi men de bilmeyim. Men özüm başkargay. Сразу халықтың көңіліне келіп кірді ол, анда радиода да шол, магнитофондарда да шол, үйлерде де шол Топта Яңғыр. Айталар енді бір радиодан айталар Ринат Рахматуллин. Менің как раз 10-ші жылда шықты ол жер, 2010 жылда. Ол вақытта қыралық вақыты bütün agrofirma direktorları, предколхозлар bütünüsü kayğı hasrette, mında Rinat Rahmatulli sivele Topta Yangır deyip. Şunda etkeni bir Tatar radyosundan Rinat Rahmatulli Topta Yangır bile bütün kırlarını kiptirip bitirdi. İdil soğun kim bitti, Kazanka'nın soğun kırıttı deyip. Şunda prikol ben söyleyen gelmiş. Şunda dikkaller. Өзіңіз міне ол жерін башқарғанда көңіліңіз өзіңіз ялт етірған шындай жер бар ма? Тұрмыш китабы деген жерім бар менің. Ол жалт етірганда түгіл. Ол міне бүтін тұрмыш китабын жырлағанда бүтін менің кешірілген ғұмырларым, менің болған қайғы хасретлерім міне шул жыр білен бейленген. Шунда мен шул жерini жырлағанда бүтін өткен ғұмырым менің баш арқылы, тән арқылы ұза. Ол бүтін 22 жыл инвалидный коляскада ятқан кішіге жазылған жыр ол. Ол мені шул айтты енді әр уақытта. Мен ол сөзін қабатлым конституцияда. Ринат Қыдай мені 22 күн екен аяқ бесе еді. 22 екен мен артығында сұрамайым. 22 екен, мен 22 жыл пастилде жазған күндерімді аяқсыз. Күндерімді шул 22 күнде өтіп бітірір енді. Дұрыс бейден мен ол бір ойлап қарасам, жер езінде бар мына ғұмыр бойы аяқсыз кішілер бар, пастилде ята тұрған, бірде сілкін алмайша қолында көтер алмай кіші қол астында қалған кішілер бар. Бар ғұмыр бойы яқты дүнияны көрмеген суқыр кішілер бар, ташлап қалдырған балалар, етенесінде білмей кімдер екен. Мен шул қайғыларынан Құдай сақласын деп айтасым келе. Мен шундай жырлар, менің сағынышлы жырлар, менің қайғылы, сағынышлы, мұңсу жырлар, менің репертуарда, менің жырлар жазу нейінде моторға келіп шыға. Шем
быстрыйлар теге шатлыклы жырлар яза белмим мин. Менә авыр тормышымның авыр еллары күз алдымнан уза дип әйтәсез. Ә ул авыр еллары, ул кайсы еллар соң? Benim için бик тә авыр еллар булды. 89 елдан 1989 һәм 91 ел 2 ел менә мин Ишкилер обществодан башка җирдәйм. Тегәл иттербәйм мин дә аңлаган кешеләр. Шуңа күрә менә шул 2 ел минем бик авыр җилларым булды. Бөтен тормышым үзгәрде дип уйладым мин. Шул җирдә булганда тормышларым үзгәрде дип уйладым мин. Начар якка дип уйладым. Но ул җирләрдән кайткач, миңа шул кадәр ул мәктәп булды. Мин үземне сынадым, үземне көчле яктан икәнемлегемне күрдем. Һәм шул үземә туры килгән, үземә хас булган юлны сайлап, можно было начар юл белән дә китеп барырга, можно было яхшы юл белән. Мин шул яхшы юлны сайлап, бөтен авырлыкларны, бөтен кыенлыкларны җиңеп, шушы дәрәҗәгә менгәнемә мин шатланам. Мен ул җиллар инде ынтылган инде 30 ел почти янага. Бик авыр вакытлар шунда именно. Ул инде зур җинаять өчен бирелгән еллар иде. Зур да түгел инде. Ул вакытта бит 90-нчы еллар, ул вакытта хулиганство күп бит инде. Менә шул хулиганство өчен инде ул вакытта каждый второй шул юл белән, шул юлдан үткән кешеләр инде. Дип әйтәсем килә. Ул заманда анда гаипле булсаң да барыбер утырталар иде. Гаипсез булсаң да утырталар иде. Дилә күчи диләр инде шул. Анда бит инде бер генә кеше түгел. Анда группалар белән җырлыйлар бит инде. Шуңа күрә ну, миңа мәктәп булды, бик кичле мәктәп. Бик җинаять та күп түгел, зур да түгел. Ну, бары 2 елны шунда калдырга туры килде. Минем самый авыр җиллар инде ул. Ул елларда җырлар иҗатта идегез. Иҗат кына итүгә мин бит иң беренче минем иҗатым баштан урыс җырларыннан. Мин урысча җырлый дирем. Мин гитарада бер төндә уйнарга өйрәндем, бер төн. Бер ай карап тордым, общежитиедә торганда Казанда, авиационный институтта укыдым мин. Сережа дигән малай белән ике койкалы бер комнатта тордык без комнатада. Ул бер ай уйнады гитарада. Мин бер ырыммадым да, карамадым да, карап кына тордым. Сорамадым да мен гитараны. Менә шундый вакыты килеп җитте. Сережа әйтәм, бир әле миңа, өйрәт әле миңа аккордларны. Мин хочу уйнарга. Яра бу миңа бирде. Гитарны аккордларны күрсәтте. Цыганочки, по-моему. Мин тәне уйнап чыктым менә. Бул җыклый, мин уйныйм, әкрен генә уйнап чыктым. Иртә белән уже институтка барырга бит, авиационный институт, КАИ. Мин уйнап торам. Ничисең ди, мен уйныйм менә. Син җыкламадың что ли? Урысча әйтәйин. Җыкламадың что ли? Мен юк. И нәрсә дим, мен тыңлап карале. И уйнап күрсәттем менә. Без проблем уйнап бирдем. Тегене күзләре шарланды. Мин ди бер ай кыйныйм ди. Бер ай кыйныйм ди. Өйрәнә алмыйм ди. Син ди заныч ди, өйрәндең ди. Шул гитарада инде урысча җырлар җырлап, даже тегендә булган вакытта да миңа малайлар гитара ясап керттеләр. Гитара, мондай настоящий гитара түгел, анда запрещено дигәннәр. Просто шпагат җибеннән, кадаклар белән ниләре, нәрсәле настроить торган грифтагы әйберләре, монда балалайк формасында шпимакны шуны ясап керттеләр. Мин шунда җырлыйм шул гитарада. Төнлә белән тып-тыныч, минем тавышымны ишетелә, шул истә калган мизгелләрен авыр булса да, кыен булса, мин беркайчан жогалып калмадым. Анда аралашкан дусларыгыз белән әле бүгенге көндә дә бәйләнештәмесез? Ну, кайберләре белән шулай шалтыратышабыз инде, кайберләре инде исләре китәр, вакытларда инде чыккан гына вакытларда шалтыраталар. Ренат, синме?
сен шундай популярный жерші болдың ма деп, удивляться телер енді. Қайбірлер енді мәрхум болдылар енді. Шул қазір шул бір-екі бірәңгене шулай тебіз. Аралашамыз деп айтасым кез, бик сирек енді. Олар да демек яхшы юл жасайлар. Да, енді да, олар енді тоже бизнесменнар. Айталар, кто в 90-е был бандитом, сейчас они все бизнесмены, все руководство утралар деп нашел. Нормально. Әрімне көптен түгіл берген интервьюғызда екенсіз, мен атқазанған есімін ала алмайым шенке. Мен 15-ші жылда меңа енді Раил Садриев как театрдан Буара ойнағымы меңа уже запрос жасадылар, документларын жидылар, берділер, но мен шушы судимость деп етебіздің, судимость арқасында меңа атқазанған берілмеді. Білмеймін ол берілі ме, жоқ ма, мен білмеймін. Мөншіктірсің үшін бірер өкініш болып тұрамы, есі? Исігізді кетмей маған. Теге, нешік деп айтайым, атқазанған артист енді ол өзіне біріне енді ол дәреже. Аны бет енді заслужить надо, осылар айтмышлай. Но мен енді өкініште түгілдір енді. Ол исім енді ол, исім. Жаратқан тамашашың, сені исімсіз де қабыл етеді деп ойлаймын, мен шоның білен өзім тынышландырам. Сені жаратқан, сені концертларыңа жері тұрған, сен анда заслуженный бол, халық артисті бол. Сен тамашашыға өзіңнің жырларыңны тәқдим ете алсаң, сені қабыл етседер, мен шоның білен шатланам. Депрессиясының үшін қасай бірмі? Yok. Көңіл түшінгілігіне беріліп? Берілем, мен була шундай моментлар, но безвыходный положение қалған жоқ мен. Теге, етер бетіне, вроде тупик, все, бір нәрсе уже дальше болмай, уже кіші депрессияда, дальше бара алмайсың кебек. Но қаяндар Қыдай, мен Аллаға шүкір Қыдайға мен рахметлі, Қыдай недер жол ашадай қоя. Бары бір шундай жол табылы депрессиядан шығарға. Но мен былай бик кіші депрессияларға берілген кішті ғой. Иратлар елай ма? Да, елай. Елға бір болса да ират жыларға тейір. Мен тоже жылайым, елға бір. Қай вақытта екіде бола. Ченки іштегі болған бүтін ауырлықларыны, бүтін сағышларыны, бүтін қайғыларыны мен ойлауымша енді бары тек көз яшы білегіне шығарып бола. Бүтін болған нашар энергетиканы көз яшы білегіне шығарып бола. Ол көңіл толып қына ма, әлі енді айтқан сөзден де? Көңіл толып, мен мысандай көңіл толып, сағыны бұл. Андарсың, менің шындай моментлар бола. Менің жырларыны тыңлайлар, тамашашылар. Шалтырата қойбесі, Ринат, шундай бар шундай тыңнаушылар, ихлас көңілі біле бітін жаны тәні білен беріліп, шул сенің жырыңны тыңнай, ол сеңа өзінің рахметін білдіре. Біз енді артисттар қай вақытта да теге кішінің ихлас көңілден айтылген сөздерін даже тыңлап тұрмасқа да можем. Солай бетін теге, жарар деп, мен сол ашығабыз бетін, әр вақытта ашығабыз, әр вақытта. Мен шул кіші меңа шундай ихлас көңілі білен өзінің нәрсе кешіргендерін сөйлеп, шушы жыр аны нешлеткен, нендей состояниеға кетірген, шоларын сөйлеп, жылы-жылы сөйлеген есі мен көңіл тола, мен даже могу телефонды қойға көз яшын шығарға. Что мен шатланам, менің жырлар, мен жазылған, ижад еткен жыр, тамашашының көңіліне кіріп, нендейдер бір өзгеріс жасап, нендейдер сағынышлы күндерін іске түсіртіп, мотор күндерге кетіріп бала алғаныма, просто өзім шатланам да, жыларға мағу. Йылдызлық шері біле ұрған? Жоқ, мен өзімні бір қашанда йылдыз деп те санамадым. Бар еді, бұл қайда бар енді вақытлар, да, балаларды бітінісі, Ринат Рахматуллин,
Мен бір қажет, мен любой кіші білен басып фотография түсіруге, урамдамы, поездамы, машинаны тоқтатып та түсіруге могу фотография. Бір қажында йылдыздық шиіріле ауырмадым. Әр вақытта ашық, открытый. Меңа журналисттер интервьюда вақытларда енді Ринат абай міне сіздің заллар шағырым тулы, анда кассаларда билетлар жоқ. Ничек сіз аны аңлатасыз, міне шулай несесін сізге халық жүрей, тамашашы жүрей. Мен етедірейім, мен тұрмыштан енді, тұрмышта, мен сахнада жүрмін, мен ойнамайым, мен қалынмайым, мен ничек бар шулай сейлейім сахнадан. Халыққа бітін шул керек. Тамашашыға шул керек, бітін анда сен сахнадан яғында шәқси тұрмыста бір түрлі болып, анда екінші түрлі болып, бітін мен білмеймін, анамаймын, конечно. Бұлай жылдыздық шиірілі ауырған болмады. Раил Садриев сен бірінші тапқыр әйттігіз, демек сіз эстрада достық барын ашынасыз. Сіздің арада достық? Достық, біз әр вақытта біз бірге институтларда оқығанда поезда біздің Қазаннан, Небуадан Қазанға пригородный поезд едір, қызыл поезден ол электричка формасында, ол дизель, ол 4 сағат барадыр, міне біз әр вақытта бірге едір, ол университетте оқыдыр, мен авиационный институтта оқыдыр, мен культура институтына кірдім. Біз шул вақытлардан бері, шул замандардан бері, ол 87-ші, 86-ші, 80 шул жылдардан бері. Мектеп бітірдім 87-де, міне шул жылдан бері біз ағымдан танышылар, достылар. Хаманда бірге шул Қазанда қайнайбыз. Ол меңа болуша, мен анаға ердем етем. Шошын бойынша спектакльлерінде, жырларға, меңа сценарийлар бойынша болуша. Бик кішілі психолог, философ, бик кішілік шул. Садриев. Мен сұқланам анаға. Молодец, мен просто... Мен оның көбі бұлдыра алмайым. Ол бітін әйбірін жайлы да, ішлей де, ішлете де біле. Мен сұқланаман декші. Мен кіннәшмейм. Мен сұқланам просто. Мен шулай бұлдыра алмайым деп, мен өзіме сұрау берем. Ол любой кішіні жайларға может... Глава администрации, хоть министерство, любой кіші білен ұртақ тіл таба білеу, кішіні қонақ ите білеу, қарш ала білеу, ұзата білеу, нендегені фестивальдар өткермеу, алар нендегені шетелдерде жүрмейлер, мен аларға сақланам. Молодец. Біле керісінше ендір конфликт ситуациялар болды ма? Аның білемі? Жоқ, сахна тұрмышында. Бір артист қана шул афиша қойған үшін бек нетті, келеді, бит мен афишаны алар қойғандар енді, алардың сәлән кейімсің, кім екенін айтмайым енді. Алар 3-4 артист бірге жиылып қойғандар, мен алардан соң бір 10 күннен соң қойдым. Тоже. Мен шында бір конфликт болды, телефоннан, мен шул хәтерімде қалған. Сен дұрыс ішлемейсің, тегесі мұнсы, мен аларға аңатам, мен бит сізден алда қоймаған. Анда мен 10 күн разница, мен 10 күннен соң менің концерт бұла. Вот, бізге билет алмайлар, бітін халық сеңа переключаться етті, мен шындай нелер білен. Угроз да түгіл енді, мен шындай неприятный сөздер білен, нелер білен. Сын қияметен нешті тіргет ешін білмедем. Менің по графику шулай тұру келді де шулай қойдым. Шулай біргене болды дейм. Бүгін күнді де сіз аралашмайсың бұл артистімен? Аралашауға? Нормально. Нормально. Шулай дейсің кім соны? Иә, енді айтмейм. Айтмейсіз? Иә. Мына интервью башында башқа өлкәдән эш тәкъдим иттеләр дигәнегез, ул нинди өлкә иде? Шулай ук иҗат өлкәсе? Безнең кадаларның үзләренең мебельный ниләре бар. Фабрика, цех менде. Менә шунда как менеджер по торговле, шунда шулай Киевле яшәп киттек тә, тем просто туйдым артым. Яттан җырлардан туймадым мен. Шул, давай бізге келмейшінсің деп, мен шындай форматта. Шындай уйбар ейім. Дәреске кесерге де кейді бара. Ашада келесі елға әлі гастроль? Білмейм, мен тағын уйлейм әлі, қамын уйлейм. Но, мен скоро 50 бола бітінде. Бөт әлі 50 ол... Да, но 50-ге хәлі білмейм, жүріп қарағайынды. Но, бұйылға, Алла құшса, 19-шы жылдағы кезге жаңа сезонға енді пландар зор. Мебель сату бойынша мәлесі? Yok, icad boyunca.
Planlar zor. Уже міне майдан оқытатынабыз енді. Нелеріне? Концертларын ішлерге. Сібір жақтары, Мәскеу мұшты, Алла құрса. Шулай да менә 10-15 елдан соң өзегезнең тормышыгызны ничек күз алдына китерәсез? Оның яшәргә кирәк. Бүген исәнсің, иртәгә күмәләр. Монда бит бер уйлап карасаң, шулай бит инде. Тормыш бит бүгенге кем белән яшибез бөтенебез. Иртә белән торабыз. Проблема, суета, тегесе, монсы, пробка, мин шул пробкаларны бик каты яратмыйм инде. Шуның өчен шәһәргә күчим дә мин. Белмәгән бит, хәзер бит яшьләр дә, бөтенсе бит яшь поколение авыру. Шулай бит инде. Авыру туалар менә. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, тормыштан белеп булмый. Әйтәсем, 15 елдан соң ничек күз алдына китерәсең? Вообще уйлаганым юк. Ничек була, шулай була. Күңелегез бүген көндә тынычмы? Тыныч. Аллаһка шөкер. Борчуларыгыз юк. Борчулар бардыр инде, бөтен кешегә бар инде, ниндидер бар, бөтен бер идеальный була алмый инде. Бар инде борчулар да бар. Ну, түзәргә, алга барырга башкача булмый. Әгәр дә мескенләнеп җирсәң, басып китәләр. Бик тормыш бик катлаулы, бик авыр. Вроде бөтен әйбер бар, бөтенесе доступны, урыслар әйтмешләр инде, бөтен әйбер җиңел бирелә кебек. Но кешенең күңелендә тынычлык юк. Һәрбер семьяда, һәрбер кешедә ул проблема бар инде. Ихлас матур җавапларыгыз өчен зур рәхмәт, килгәнегез өчен зур рәхмәт. Юлларда исән сау йөрегез. Рәхмәт. Ашыкмагыз. Барда яхшы булсын. Иҗади уңышлар сезгә. Амин, рәхмәт сезгә дә шулай. Тамашачыларга әйтәсем килә, дөньяның рәхәтен, матурлыгын күреп яшәргә насыйп булсын. Менә хәзер яз инде, яз мәле, бөтен җирдә яшеллек, чәчәк ата башлый. Шуңа күрә шушы рәхәтлектән барыгызга да бәхетле тормыш теләп каласым килә. Мин сезне бик каты яратам.